Баршаңызға сәлем, сіздермен тілгеспек жоқ. Либерал қазақ арнасы. Кеңес одағын қайта құру солтүстік Қазақстанның Ресейге тиесілі екенін Ресей шенеуніктерінен естіп әбден шаршаған боларсыз. Бүгін Ресей шенеуігі бұрынғы президент Дмитрий Медведевтің парақшасында Қазақстан жасанды мемлекет, ал солтүстік Қазақстан аумағы шын мәнінде Ресейге тиесілі екені туралы жазба жарияланды. Ал біздің ел оңтүстіктен солтүстікке қазақстандықтарды көшіріп орыс халқына геноцид жасап отыр екен. Бүгінгі шығарылымда осы даулы ой туралы және қазақ тілінің шынайы мүшкіл хал туралы айтатын боламыз. Бірақ бастамас бұрын сізден осы арнаға жазылып, лүпіл басуды сұраймын. Кеттік. Бүгін Ресей шенеуніктері тарапынан Қазақстанға тағы бір сөз тиді. Нақтырақ айтқанда, Ресейдің бұрынғы президенті Дмитрий Медведев ВКонтакте парақшасында Қазақстанның қандай жасанды мемлекет екенін айтып, елде орыстарға бағытталған геноцид бар екенін жазыпты. Сондай-ақ Қазақстанның солтүстік қалаларын қайтару туралы да жазылған. Кейін бұл жазбасы өшірілді. Дмитрий Медведев туралы бұрыннан ішімдікке құмар екендігі туралы сыбыстар жүрген. Бұл сұмдықты жазғаны ішкеннің салдары ма, әлде Ресейдің Қазақстанға кезекті шабуылы ма? Естеріңізде болса, Путин де осыдан бірнеше жыл бұрын КСРО құрамында болған елдер Ресей халқының сыйларын қайтарсын деп мәлімдеме жасаған болған. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа. Бірақ Медведевтің бүгін жазғанына оралайық. Бастан аяқ онда не жазылған айтып берейін. 90 жылдардың басындағы үлкен қателік түзеліп, суверенитеттер шеруі ендігәрі болмайтынына, бір кездері алып әрі күшті кеңес одағы құрамында болған барлық халық қайтадан достық пен ынтымақтастықта өмір сүретініне ешкімнің күмәні болмасын. Бұл үшін не күшімізді, не қаражатымызды аямаймыз. Бұл жолды бастап кеттік. Киев пен кіші Ресей төңірегіндегі барлық аумақты украиндық деген ұғымды құрастырып алған ұлтшылдар бандасынан босатқаннан кейін Русь бірегей күшті әрі жеңілмейтін мемлекет атанады. Бұдан кейін Мәскеу болып, славян халқын біріктіріп, отанымыздың шекарасын қайтаруға тағы бір жорық жасаймыз. Бұл ешқашан бітпейтіндей көрінеді. Бізден тартып алынған жерлер ата-бабаларымыздың қанымен келген бірнеше ғасыр бойғы күресімен келгендер еді. Оны біреуге беріп қойып, қарап отыратын жайымыз жоқ. Мәселен, Грузия қосылғанға дейін ол болмаған да. 1801 жылы Грузияның қазіргі территориясы 5 егемен саяси құрылымнан құралған. Астанасы Тифлисте орналасатын Картли және Кахетия, астанасы Кутаиси саналатын Имеретия, Қара теңіз жағалауындағы Мигрелия және Гурия деп аталатын екі княздық. Таулы аймақтардағы Сванетия княздығы. Яғни Грузияның қазіргі аумағы Ресей империясы кезінде ғана қаланған. Грузия Ресейге жақын болғысы келді. Себебі ол дұшпан мұсылман мемлекеттері арасында Ресейдің жалғыз жақтасы екенін түсінді. Енді тарих қайталанып жатыр. Солтүстік және оңтүстік Осетия, Абхазия және Грузияның қалған аумағы Ресей құрамында ғана біріге алады. Тарихтан тағы бір мысал. 17 ғасырдың басында орыстар солтүстік Қазақстанның жабайы жерлерінде өмір сүруге болатын жерлерін ашқан. 3 ғасыр бойы бұл аумақты орыстар отарлады. Кейін Сібір темір жолын ашылып, Столыпин аграрлық реформасы басталды. Кеңес одағы ыдырағанға дейін солтүстік Қазақстан халқының 62%-ын славяндар құрған. Қазақстан жасанды мемлекет. Ресейдің бұрынғы аумағы саналатын Гурьев, Атырау, Семипалатинск, Семей, тіпті Алма-Атаның өзі 1924 жылға дейін Верный деп аталған. Қазір енді Қазақстан билігі республика ішінде әртүрлі этникалық топты көшіру бойынша бастамалар көтеріп жатыр. Мұны орыс халқына бағытталған геноцид деп атауға болады. Бұған көз жұма қарай алмаймыз. Онда орыстар бармайынша тәртіп болмайды. Айтарға сөз жоқ. Мұны Медведев жазбаған, мүмкін парақшасын біреулер бұзып, соңын атынан жазған шығар деген ойларда бар шығар. Алайда бұл тақырып әсіресе Ресей шенеуніктерінің солтүстік Қазақстан жеріне қарап айтылған сөздерінің барлығы осы сарында. Украинада не болып жатқанын білеміз.
Тағы айтқым келетіні, әлі күнге дейін Алматыны Алма-Ата дейтіндер де аз емес. Бұл жазбада Қазақстан қалалары орыс тілінде, кеңес кезінде қалай айтылса, дәл солай жазылған. Сол үшін дәл қазір орыс отаршылдығын еске алмай, Алматымызды Алматы деп атаған жөн. Айтпақшы, шығарылымды жазып жатқан тұсқа дейін әлі не Ресей билігі, не Қазақстан билігі бұған қатысты пікірін айтпады. Тек қана Перуашев мырза Ресейдің сыртқы істер министрлігінен жауабын сұрады. Өзге елден келетін этникалық қазақтардың нендей мұңы, проблемасы барын көбіміз біле көре бермейміз. Біз Қазақстанда өмір сүреміз. Мемлекеттік және ана тіліміз қазақ тілі. Алайда ана тіліміз әлі күнге дейін қысымға ұшырайды. Орыс тілін білмеген үшін жұмысқа тұра алмай жүрген қандастарымыз қанша? Солардың бірі туралы Is Project Моңғолиядан арман қуып келген жас жігіттің әңгімесін жариялапты. Сізде оқи отырмыз. Мен Моңғолиядан келген қазақпын. 4 жыл бұрын Қазақстанда тегін білім алу мүмкіндігі болғандықтан осында келдім. Отбасым қатты әулетті болмағандықтан ата-анама қысым түсіргім келмеді. 4 жыл бойғы еңбегім, маңдай терім, көптен күткен дипломым қолыма тигеннен ұзақ қуанып үлгермедім. Себебі алда үлкен таңдау күтіп тұр. Мұнда тек 2 жол бар. Бірімен кетсең, екіншісін қимайсың. Мүмкіндіктерден құр қаласың, немесе біреуінен бас тартуға екіншісі мәжбүрлейді. Оның бірінші нұсқасы жігіттің дипломын қолына алып Моңғолияға қайтуы. Алайда ол Қазақстан дипломының ол жақта жарамсыз екенін, оның мемлекетінде Қазақстан университетінің дипломы аса мәртебе емес екендігін айтады. Ол дипломын аударып барған күннің өзіне, атамекеніне бардың ғой, не үшін қайтып келдің деген жұрттың әңгімесін қыжитын жеткізген. Оның бұл мәселе бойынша көтерген тағы бір мәселесі, Қазақстанда оқып еліне оралған көп адам мамандығы бойынша жұмыс істемейді екен. Екіншісі, туған жеріне қайтудың аса пайдалы емес екенін білгеннен кейін ата-бабаңды тектеп өмір көрмеген Қазақстанда тұратын таныс тамырыңды тауып, тұрақты тұруға тіркелу үшін көмек сұрау. Ал мүлде табылмаса ше? Мүлде таныс тамыр жоқ. Мен сияқты өз тегінен алғаш рет Қазақстанға келген адамдар қалай үйге тіркеледі, қалай өзі білмейтін орыс тілінде документтерін жинайды. Әрине, тек шетелден келген қандастарға арналған ықтияр хат, қандас мәртебесі деген мүмкіндіктер үшін рахмет, бірақ бұлар кішкене логикаға сыймайтындай құрастырылғаны өкінішті. Көп досым бұл документтерді жинау үшін артына түссе де, жалғыз өзінің шамасы келмегендіктен бірінші таңдауды жасауға мәжбүр болды. Тағы бір себеп, оқуды бітіргеннен кейін Қазақстанда өмір сүруге ресми құжатың болмаса, жұмысқа да кіре алмайсың. Жұмыс берушілер саған қаңғырып жүрген қазақ ретінде қарайды. Әрине, бұл жерде орыс тілін білмеу де көп рөл сомдайды. Өзім 5 тілде сөйлейтін полиглот болсам да, орыс тілін білмегенім үшін көптеген жұмыс беруші бас тартты. Сол кезде нағыз Казахленд, қазақша өмір, қазақ тілінің құдіреті деп өз еліміздегі мүмкіндіктерден бас тартып келгенім үшін өкіндім. Ол сөзін қорытындылай келе, атамекен деп ат терлетіп келген қазақ жастарға қарата, олардың мұндай қиындықтарға дайын болып келуін сұрайды. Бұған қарап, елдегі жағдайдың шынымен күрделі екенін байқаймыз. Мемлекеттік тіл қазақ тілі емес пе? Неге орыс тілін білу міндеттелу керек? Не үшін кей жұмыс орындарында қазақ тілін білу міндетті емес? Мұндай жағдайлар үлкен дауға да әкеліп жатады. Мәселен, жақында ғана атышулы Қайрат футбол клубы мен ойындарды жүргізуші арасында тілге қатысты үлкен дау болған. Қайрат футбол клубының жүргізушісі Әділет Бисариев қазақ тілінде хабар таратқан үшін командадағы жұмысынан шеттетілген. Мұны ол Instagram желісіндегі парақшасында жариялады. Жұмыстан босатылуына футбол клубының демеушісі 1xBet букмекер компаниясының шағымы себеп болған. Мұны жүргізушіге Қайраттың бас директоры Асқар Есімов айтқан. Әділеттің сөзінше шағымда 1xBet сөзінің орнына 1xBet қолданғанында айтылған. Ол 1xBet немесе 1xBet өкілдерімен де сөйлескен. Компания қызметкері «Ты ведешь себя на тойском, что такое әп-берекелді» деп айтқан екен. Әділет бұл жағдайды қазақ тіліне қыспақ дейді. Сонымен қатар жүргізуші жұмыс кезіндегі қазақ тіліне қатысты мәселелердің бар екендігін айтады. Әділет іс-шараларда қазақша сценарий мүлдем алмаған, ойындарда қазақша әндер қойылмайтынын. Әділеттің сөзінше, Қайрат командасы өзін халық командасы деп таныстырғанмен қазақ тілін менсінбейді. Кейін Қайрат футбол клубының маркетинг бөлімінің басшысы Абылайхан Әділханов жүргізуші Әділет Бисариевтің жұмыстан босатылуына қатысты пікір білдірді. Бұл жөнінде Вести КЗ шығарған екен. Оның айтуынша, Әділетпен жұмыс алдағы 2 матчқа тоқтатылған.
шеттету туралы алдын ала ескертілмегені үшін кешірім сұрайтынын айтқан. Ол Әділет Бисариевті ешкім жұмыстан шығармайды дейді. Іс жүзінде біз Әділетті жұмыстан шығара алмаймыз, өйткені ол ресми түрде Қайратқа жұмыс істемейді. Оның клубпен жұмысы жалдау бойынша жүзеге асады. Сөзі жұмыстан шығармаймыз десе де, шын мәнінде жұмыстан шынымен де шығарып отыр ғой. Сонымен қатар ол Қайрат футбол клубы мен футбол серіктестерінің ана тілді құрметтемеу туралы айтып жатқан пікірлеріне де жауап берді. Оның айтуынша, Қайрат Қазақстанды халықаралық аренада танытатын клуб. Олар елді рәміздер мен мемлекеттік тілді құрметтейтінін атап өтті. Абылайханның сөзінше футбол клубының Әділетпен бірлескен жұмысының нәтижесі ең жоғарғы деңгейде маңызды болу керек. Егер сіз орыс тілінде сөйлемегеніңіз үшін жұмысқа тұра алмасаңыз, немесе қазақ тілінде сөйлегеніңіз үшін қандай да қыспаққа не мазаққа ұшырасаңыз, міндетті түрде пікірге жаса кетіңіз. Қаралы қаңтар ызғарда басылар емес. Кеше түнде Алматыда Қазақ ұлттық опера және балет театрының ғимаратында 20 000 сылтау деген жазуы бар плакат пайда болды. 20 000 террористті сылтау етіп халыққа оқ атуға бұйрық берген Тоқаев та, оның бұйрығын орындағандар да не жауапқа тартылған жоқ, не халықтан кешірім сұраған жоқ. Оны қойғанда, әлі күнге дейін қаза болғандардың ресми тізімі де жарияланбады. Қаңтар оқиғасына қатысты 717 адам сотталып, 286 адам күдікті әлде қамалуда отыр. Жалпы 15 000-ға жуық адам тергеуден өткен. Шенеуніктер бұл туралы тіс жармаса да, ақын Ринат Заитов қаңтар оқиғасы туралы айтып шықты. 31 шілде күні Абай облысында Ақсуат ауылында Асыл домбыра 2022 шарасы өтті. Ақындар айтысының басты сыйлығы асыл домбыра және жаңа автокөлік. Мұны Асылтас қоғамдық қоры ұйымдастырды. Додада бірінші орынды Ринат Заитов жеңіп алды. Ақын Біржан Байтуовпен болған айтыста қаңтар оқиғасы туралы айтып шықты. Білмеймін кімді жеңді, кімді алдады. Жылпостар жала жауып жылмаңдады. Халыққа террорист деп айдар тақтық, ал олар әділдіктің құрбандары. Тиеді деп ойламай арына тіл, бүгінде жылауықтың бәрі батыр. Не себептен төрдегі мінбелерде сайланбаған суайттар әлі де отыр? Ақын бұған дейінде билікті сынға алған. Мен сендерді жақсы көремін. Адамдар атты музыкалық кешінде қаңтар оқиғасы туралы айтып, халыққа террорист деп айдар тақтық, ал олар әділдіктің құрбандары деп жырлайды. 2019 жылы Ринат Заитов кезектен тыс президент сайлауының ресми алдын ала қорытындысына наразылық білдірді. Сол кезде ақын рұқсат етілмеген митингіден ұсталып, полицияға жеткізілген еді. Кейбір көрермендердің жазуынша Ринат Заитов өнер көрсетіп жатқанда бүкіл Абай ауданында интернетті өшіріп тастаған. Оған қаңтар туралы жырлағаны себеп болды деп ойлайсыз ба? Ринатты қойшы, жастар сүйіп тыңдайтын, Ресейге қоныс аударған рэпер Әділ Жәлелов немесе Скриптониттің өзі Алматыда жақында болған концертінде қаңтар құрбандарына 1 минут үнсіздік жариялапты. У нас сегодня немного негромкий выход, такой аккуратный. Но я бы хотел начать концерт с минуты молчания в память о погибших при январских событиях и в память о людях, гибнущих в Украине. Давайте сначала помолчим и начнем. Спасибо. Ал менде бүгінге осы, бүгін көтерген тақырыптар туралы не ойлайсыздар? Шығарылым ұнаса, лайк басып, міндетті түрде пікір қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сондай-ақ біздің әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Амандықта көріскенше сау болыңыздар.